бір текті теңдеулер. Егер кез келген лямбда саны үшін f аргументі лямбда x лямбда y болса, лямбда саны функцияның алдына шығып қандай да бір дәрежеде, иә, теңдік осылай теңдік орындалса, онда f x және y айнымалылары бойынша n өлшемді мысалы n тең 3 болса, ол үш өлшемді болады. Оның өлшемнің көрсеткіші. Өлшемді бір текті функция деп. Ал n санын функцияның бір тектілік көрсеткіші. n тең 2 болса, оның көрсеткіші 2 болады. n тең 4 болса, онда 4 болады. n тең 1 болса, 1. Мысал, fx y тең x квадрат қосу y квадрат. Бұның өлшемі, мысалы, лямбдадан x-тің орнына қосады, лямбда квадрат x квадрат, лямбда квадрат y квадрат 2-ге тең. Мысалы, мұнда лямбда куб, мұнда лямбда квадрат, лямбда куб пен лямбда квадрат бөлсек лямбдаға тең, оны 1 болады. Мұнда бізде лямбданың квадратты алдынан шығарсақ, жоқ болып кетеді лямбдамыз, онда 0 болады, иә. То есть лямбда қысқарып кетеді, 0 болады. Егер dy бөлінген dx тең f xy дифференциалдық теңдеуінің оң жағы 0 көрсеткішті бір текті функция болса, онда дифференциалдық теңдеудің өзін бір текті дифференциалдық теңдеу деп атаймыз. Егер mxy және nxy функциялары бірдей өлшемді бір текті функциялар болса, онда mxy dx, nxy dy қосылған екеуінің қосындысы 0-ға тең түріндегі теңдеуді қос аргумент бойынша, яғни x пен y бойынша бір текті дифференциалдық теңдеу деп атаймыз. Бір текті дифференциалдық теңдеуді шешудің әдісі мынандай. y тең tx теңдігін арқылы жаңадан tx функциясын енгіземіз. Мұнда tx дегеніміз функция. Осы алмастырудан кейін берілген дифференциалдық теңдеу айнымалылары бөлектенетін дифференциалдық теңдеуге келтіріледі. Теңдеу болады. Мысал ретінде қарастырайық. Келесі мысал. Енді бұл бір текті ма, бір текті емес па деп ойлайтын шығарсыздар, иә? Онда қойып көрейік. Мысалы, лямбдадан қойдым. Лямбданың бүйтейік. Қандай да бір y толқынды бір функцияны k десек болады, ky деп белгілеп алайық. X толқынды функцияны kx деп белгілейік. Сонда біздің y-тің орнына k квадрат x квадрат қосылған k квадрат x квадрат y штрих, x-тің орнына kx, k квадрат, сонда xy, y штрих болды. К квадратқа бәрін қысқарта берсек бола ма? Болады. Яғни біздің неміз дифференциалдық теңдеуіміз бір текті болып келеді екен. Бір текті болып келді. Енді шығару әдісі жаңа айттық. Y тең tx t жаңа функциясын енгіземіз. Яғни t-мыз x-ке тәуелді. Сонда y-тің туындысы бізде t-ның туындысы көбейтілген x қосылған t-ға тең. Бұл бізде u көбейтілген v-ның туындысын табу ережесі бойынша. Y-тің орнына tx-ті қоямын сонда. tx сыртында квадрат қосылған x квадрат. Y-тің штрихтің орнына t штрих x қосылған t. xy-тің орнына x көбейтілген tx. Y штрихтің орнына бізде t штрих x қосылған t. Так, t квадрат жақшаларды ашайық. E квадрат дәрежеге шығарып жақшаны жазатын болсақ, t квадрат x квадрат қосылған x куб t штрих қосылған x квадрат t.
x квадрат t көбейту t штрих x куб даже, иә, мында x квадрат көбейту x куб болады. Қосылған x квадрат t квадратқа тең болады екен. t квадрат x квадратты екеуі таңбасы бойынша сол жағына көшірсе қарама-қарсы орын қосындысы 0 болады. Мында x квадрат жақшаның сыртына шығарсақ, x қосылған x көбейтілген t штрих қосылған t тең болады x куб t штрихқа. X квадратқа бөле салайық. Сонда бізде x квадратқа бөлдік, x t штрих қосу t тең болады x t штрихқа тең екен. Теңдіктің сол жағына біз t штрих x-ті жақшаның сыртына шығарсақ, бір қосу t-ға тең. Теңдіктің сол оң жағына t-ны өткізейік. Сонда t штрихті dt бөлу dx деп жазсақ, dt көбейтілген бір қосу t бөлімінде t dx минус таңба dx бөлінген x екен. Екі жақтан интеграл алайық. Екі жақтан интеграл тең болады. Сонда мына интегралды алу үшін бүйтейік. Бір бөлінген t қосып бір түрде жазылайық. Бөліп жеріп. Мұнда dt тең болады мұнда минус логарифм модуль x қосылған с-ға. Мұнда логарифм t қосылған t тең минус логарифм модуль x қосылған с-ға. Енді логарифм t-ның орнына біз мұндағы тауып алсақ, t-ны y бөлінген x болады. Логарифм модульді y бөлінген x қосылған y бөлінген x тең болады минус логарифм модуль x қосылған с. Так, бұл біздің дифференциалдық теңдеуіміздің шешімі. Енді біз бағана x тең 0 деген шешімді тексеріп көрейік. X тең 0 деген бізде шешім бола ма, болмай ма? Егер x 0-ға тең болса, y да 0-ға тең болады. Y-ді мұнда қойсам 0, 0, 0, иә? Оның барлығы қанағаттанып тұр. Сонда y тең 0, ол да y тең 0 деген түзу. Ол да бізде шешім болады екен. Жауабы осы. Келесі мысалымыз. x y штрих минус y тең x тангенс y бөлінген x-ке. y-тен tx деп алайық. Яғни бір текті теңдеуді шешудің әдісін. Сонда y штрихіміз t штрих x қосылған t-ға тең. Бірден теңдеудің орындағы y штрихтің орнына қояйық. t штрих x қосылған t минус tx x тангенс y-тің орнына қойсақ tx-ті x-ке бөлгенсек тангенсті болады. Сонда бізде x квадрат t штрих жақшаны ашатын болсақ x-ті минус tx тең x тангенсті. x-ті минус tx таңбалары бойынша қарама-қарсы орын қосындысы 0-ға тең. Мұнда қысқартсақ x пен x квадратты. Сонда x-ті штрих тең болады тангенс t екен. x көбейту t штрихті біз dt бөлінген dx деп алсақ, дифференциал түрінде жазсақ, бұдан не болады бізде? dt бөлінген тангенс t тең болады
dx бөлінген x-ке. Екі жағының интегралы бір-біріне тең. Сонда тангенс 1 бөлу тангенс косинусқа тең, ал косинус котангенске тең. Котангенс дегеніміз косинустың синусқа қатынасы. Оң жағында бізде натурал логарифм модуль x. Так, бұдан барып косинусты дифференциал астына енгізсек, не қалады бізде логарифм модуль x қосылған с. Сонда бұл бізде синустына u десек, например, я, du бөлу u логарифмге тең, натурал логарифмге. Сонда натурал логарифм синус t тең натурал логарифм x модуль x қосылған с-ға тең. Енді алып келіп, бағанағы шешімді орнына то есть t-ның орындағы t-ны алмастырайық, я, y бөлу x-ке. Y бөлінген x тең болады логарифм модуль x қосылған с. Тангенсті бұнда бөліп жердік, байқасаңыздар. Сол шешім бола ма деген сұрақ. Тангенсті тең 0 болса, бізде тригонометриялық теңдеуден бұл бізде қандай еді? Пи к, я? Пи к шешімі. Так, мынандай түзулер. Онда бұны алып барып қойсақ мында. Y-іміз пи к x болады, ал y' пи көбейту к болады. Сонда x пи к минус пи к x сол жағы 0 болып қалады. x тангенс пи к x-ті x-қа бөлсек пи к. Тангенс пи к бізде 0-ға тең, 0 x-қа бөлсек ол 0, сол жағы 0 да 0. Значит, тангенсті тең 0-ға, y тең пи к x, к тиісті z, ол да шешім болады. Мұна шешімге қасына қосамыз оны. Y тең пи к x, к бүтін санды. Ол да шешім болады. Так, сосын біз мұнда x тең 0-ға бөлдіге, x тең 0 шешім болады ма? X тең 0 бізде 0-ды қойдық 0, мұнда минус y қалды 0-ды. Сонда минус y тең емес 0-ға. Мұнау шешім болмайды. Минус y тең емес 0-ға, тек шешімі осы. Келесі дифференциалдық теңдеуіміз x минус y dx қосу x қосу y dy-ге тең. Не істейік? Бірден y тең tx деген айнымалыны енгізсек болады. Мына жерде dx-ға бөліп жіберейік, сонда x минус tx қосылған x плюс tx, y' бағана не болып еді? t'(x) қосылған t. t'(x) қосылған t 0-ға тең. Сонда x минус tx қосылған x квадрат t', tx квадрат t' қосу бізде. Так, мынаған көбейттім, мынаған көбейттім. Қосу x-ті қосылған t квадрат x-ке тең 0-ға. Мұны екеуін қосындысы 0 болады. Екеуін қосындысы 0 болады. Барлығын x-қа бөліп жіберсек, 1 плюс x' қосылған t x' қосылған t квадратқа екен. Енді t' мына екеуінен жақшаға сырттан шығарсақ, 1 қосылған t қалды. Ал оң жағына мына 1 мен t квадраттың қосындысын қарама-қарсы таңбамен өткізейік. Сонда t' dt бөлінген x түрінде жазсақ, 1 қосу t квадрат ол dt тең болады минус tx
бөлінген x екен. Екі жағынан интеграл таңбасын қойсақ, мына интеграл түсінікті, мына интегралды қой аламыз. Оны әрбір мүшесін алымындағы бөлімдегі өрнекке бөліп көрейік. Сонда бізде біріншісінде мынау бізде кестелік интеграл арктангенс. Ал мынаны біз не істесек болады? Мына өрнектің өзін дифференциал астына енгізіп көрсек. Сонда dt квадрат қосу 1, t квадрат қосу 1, тек алдында 2-ден 1 бар, қосылған, сонда 2-ден 1, 2-ден 1. Екіден 1. Мына интегралымыз натурал логарифм болып қалды. Т квадрат қосылған 1 минус логарифм модуль x қосылған с. X тең 0. Так, но бізде шешім емес. Толығымен жазайық. Арктангенс t-ның орнына не қоямыз? Y бөлу x 2-ден 1 логарифм модулі y бөлінген x квадрат қосылған 1 минус натурал логарифм x қосылған с. Мұнда айтқым келгені жаңа x-ке бөліп тастадық, x-ке бөліп тастақ, x тең 0 шешім бола ма деген сұрақ. X тең 0-ды алып барып қояйық шарайтында, 0 минус y dx-тің туындысы бізге 0-ға тең. Сонда мұнда 0 қосу y dy болып қалды, бұл шешім болмайды екен. Мына жердегі өрнекке бөлгендегі 1 қосу t квадратқа, t квадрат қосу 1 тең 0-ға, бұның нақты сандар өрісінде шешімі жоқ екен. Сондықтан ол бізге керек емес. Соңғы және нақты жауабымыз мынандай жалпы шешімді береді екен. Енді сіздерге өздеріңіз беттеріңізше мына есептерді шығарып көру ұсынылады. Алдымен бір тектілігін анықтап, сосын y тең tx деген заменаны қойып, айырмастыру енгізіп, айнымалы енгізіп, содан кейін айнымалылар ажыратылатын дифференциалдық теңдеуге келтіріп, сол теңдеуді шешіп, жалпы шешім тапсаңыздар, мынандай жауаптар шығу керек. Мұнда соңғы есепте қосымша шарт берілген. Ол қосымша шартты біз Каши есебі деп атаймыз. Сол Каши есебіне табылған шешімді Каши есебіне қойып, мұнда қарасаңыздар, с тұрақты мәнін табу керексіздер. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.